есін шығардыңыздар ғой тіптен. Болды, енді кім дегенге ол саған қазір айтпайды ғой. Қазір өзіміз-ақ айтамыз кім екенін. Қош келдіңіз студиямызға. Есіміңіз? Әли болады. Әли, жасыңыз нешеде? Жасым 35-те. 35? Иә, сен нешеде едің, Карина? 21-де? 14 жас. 14? Қыз бен жігіттің арасында енді керісінше болса ыңғайсыз болатын еді, бірақ қыз баласы жас болғаны онша енді ешқандай бір проблемаларға алып келмейтін шығар, иә? Жас болса, түрін енді шымылдық ашылғаннан кейін көресіз. Карина? Моделингке келгелі жатыр дей ма? Просто модель жанында арамда жүрген балалар болу ғой. Ана Қыстеке сияқты сондайлар да, сондай емессіз ба сіз? Ана, дене бітіміңіз қандай сіздің? Дене бітім ба? Қалай айтам? Осы кеше ғана мен деген тренировкадан шығып, денемді компьютермен тексергенде, компьютер айтады, 100-ден 99 беріп отыр. Идеальныйсыз сонда. Білмедім, компьютер солай айтып отыр. Өзімді айта алмаймын да. Бойыңыз қандай, маған маңызды? Бойым ба? Қалаша айтайын ба, орысша айтайын ба? Метр 89. 87, е? 89. 89, күшті. Қош келдіңіз, Али Поттер. Жағдайыңыз қалай? Эстетический ғылымдарының докторы ұқсап отырсыз осы жерде. Енді сіз деген адамдардың болашағын елестетіп жас бересіз, соны реализовать етесіз ғой. Енді Каринаны сіз бақылап келдіңіз, Каринаны қалай елестеттіңіз өзіңіздің қиялыңызда? Представление ваше обо мне какое? Теперь вопрос, сұрақ қандай болған? Ақша бар деген сұрақ па? Ақшам бар. Мүлдем басқа жаққа кеттік. Ақшам бар дейді. Үйім бар, машинам бар. Мені қалай міне. Той десең ертең той. Күшті. Каринаның сұрағы, мені қалай елестетесіз дейді. Қандай қыз деп елестетесіз? Яғни Каринаның келгені кеше ғана. Өзімізде Каринаның қандай қыз екенін әлі білмейміз. Осы студияда білсе, тек қана Галина деген құрбысы ғана білетін шығар. Қалай елестетесіз? Міне сырт көзге Карина қандай қыз болып көрінеді? Бұлай еркекте өзінің вкусы бар. Мен деген былай, мына кісі айтып отыр ғой, ғылым жағынан эстетика деген, ол да мода жағынан да эстетика. Сол симметрия маған ұнап отыр. Яғни сырт келбетін ғана бойынша ғана мен қазір айта аламын деп тұр ғой. Карина қазір кім келді? Қатысушылардың реакциясы неге мұндай болды деп аң-таң болып отырған сияқты. Ашылсын. Здравствуйте. Подождите. А у меня тремор. Вы тремор? Да. Что-то не получается. Көп оққандар осы кішкене бір түрлі мән бермейсің ғой. Қандай әдемі. Үміткеріміздің есімі Әли Поттер емес, иә? Үміткеріміздің есімі Ақыл, біздің экс-қатысушымыз. Досымыз десек те болады, өте қатты сыйлаймыз. Каринаны көріп ұнатып келіпті. Карина, сен негізі танушы ма едің Ақылды? Жоқ, бірінші көріп тұрмын. Бірін алдыңғы маусымда қатысушы болған кезде көрмеген бе едің? Жоқ. Эфирға келмей тұрып та мен онша шоуды қарамадым да. Оның алдында мен қарамаппын да. Өкінішті, иә. Бірақ міне осындай Ақыл деген жігіт. Қатысушылардың реакциясы неге олай болғанын енді түсініп тұрған шығарсың, өйткені Ақылды біраз біздің қатысушылар таниды. Иә, негізі кейбір жерлерде қалжыңдап отыр, өтірік айтып отыр. Негізі профессионалды түрде айналысатын моделсің. Сен менің білуім бойынша үлкен подиумдарда жүреді. Спортқа өте жақын, бір емес бірнеше бизнесі бар. Мақтанбай отыр, мен тартып едім, былай, негізі өте көп дүниелермен айналысады расымен де. Үй бар, көлік бар дегеннің барлығы ол рас. Некоторые моменты я чуть-чуть поскромничал, а в остальное все правда. Мен жұмысыңыз болса ол. Да. Сұлтан қазір қоятыр, Жанел бағаналы бері кезек алып отырған еді. Ал кеттік, есімі Ақыл Шамширов болады. Сырт көзге өте әдемі болып отырсыздар. Екеулеріңіз бір-бірлеріңізге жарасасыздар. Өздеріңіз орталарыңызда барлығы жақсы болып кетеді деген үміттеміз. Қатысушы болып келген кезден бастап екеуміз жақсы араласамыз. Өте жақсы қыз, таңдауыңыз өте жақсы қыз. Қанша уақытта үйленіп кетуге дайынсыз? Себебі жасыңыз біразға келіпті. Мынаны деген еркек всегда дайын болу керек. Ертең. Кәдімгідей айтқаным келіп қалса, е? Басқа айтайын. Я готов еще вчера. Дұрыс. Енді жігіттің жасын ескеретін болсақ, 35-те үйленуге әбден жағдай дайын. Расымен де еще вчера болатын кезеңге келген сияқты. Ақыл, былай сұрақ қояйыншы, бәлкім Карина қазір оны сұрайтын шығар, мен бір көмектесіп жіберейін. 35 жасқа дейін неге үйленбедің? Ұялмай айтайықшы. Слишком бурная жизнь была. Ойымда толмады. Қазір, Аллаға шүкір, ақылым жинап қалды. Ақылын сай болып отырмын да. Ақылға ақыл қонды енді оны дейсің ғой. Бұрында менше дайын болған жоқпын. Ішкі дүнием дайын болған жоқ. Интересіңіз келмеді, е? Обязательно. Мына қызға үйленем деген бір сезім пайда болған. Бірінші мен деген 7 маусым келдім ғой. Сол кезде өзім бірінші выпуста өзімнің өмірімді айтып кеткенмін. Қайталағың келсе қайтала, Каринаның өзіне жеке айтам десе. Да, жеке айтайық. Жарайды, жекеңе айтар өзіңнің махаббат хикаясын. Сені расымен де өте қатты ұнатып келіп отыр. Соған сенсіз болатын. Айтып кетейін. Шынымен мен деген сізге келген жоқпын, Камила ханымнан келіп тұрмын, подкаст жасап отырмын. Жолдан кіріп кеткенде сізді көріп қалдым. Шынымен. Сонымен мына жерде ушу болып айтып, мен кірейінші деп.
яғни шет жағасын ашты ғой ақыл Ашып, енді айтайын ұят негізі иә бүгін қонаққа келген ақыл белгілі бір жаңағы ұсынысымен және осы жерде жүріп сені көріп қалады мына қыз кім деп сұрайды Карина есімі маған ұнап тұр яғни ақылдан бұрын соңды мен ондай дүниені байқамағанмын ешқашан ақылдың қызды ұнатуы өте қиын қойшы нұрлан иә расымен де ақылдың қыз баласын ұнату өте қиын ол өте щепетильный деп айтады ғой яғни мынау маған ұнап қалды деп ешқашан естімегенмін ондайды айтқан енді үміткер болып келгің келе ме десем иә әрине ертең кел десем қоймады жоқ мен бүгін қазір кірем қазір алып кетем дегенге келтіріп жатыр да жоқ енді айтып жатқанымды айтып жатырмын сосын жаңа эфир кезінде маған инстаграмға директке жазып отыр мен қазір кіремін дейді ақыл айналып кетейін қоя тұр ертең де күн бар ғой кішкене бар ойланып кел десем жоқ мен қазір кіру керекпін сосын мен айттым ақыл мен ондай дүниелерді шешпеймін бұл жерде редакция алқасы бар асыл ханым бар деген сияқты бар да сол кісілерден сұра ендеше қатты кіргім келіп тұрса деп едім барып асыл ханымға қоймай кәдімгідей қадалған жерінен қаналмайтын жігіттердің қатарынан сонымен қоймай жүріп бәрібір кірді саған үміткер болып бәлкім қорыққан шығар қазір ыстық кезінде соғып темірді алып қалмасам үміткер келіп қала ма деп кім біледі енді менің сөзім емес іспен істеу керек қой иә сезім болды көрдім надо действовать потом мысли будут непонятно будет негізі өмірде кез келген шешімді өйстіп қабылдайсың ба яғни тер кезінде нет шешім деген не эмоции были это осознанный подход был с 5 человек тоже поговорил они говорят давайте завтра давайте потом я говорю график у меня зажатый мен сырласу кафесін сіздер үшін босатайын әуелі әсел мен ханды ортаға шақырайық келіңіздер әуелі босатуға мүмкіндік беріңіздер қалай өтті сырласуларыңыз барлығы жақсы барлығы өте керемет жақсы өтіп жатыр тіл табысып жатырмыз бұйыртса бәрі жақсы болады шығар деп ойлаймыз иә бірақ шешім әселде әсел не істейміз жалғастырамыз ба не айтасыз тренинг тамада тут қойшы иә енді жалғастырып көрейік танысып көрейік сосын уақыт көрсетер әсел мен ханның таныстығы жалғасады бір әдемі кездесу ұйымдастырыңыз енді иә екеулеріңізде дым уақыт жоқ сияқты ғой не все нормально бәрі жақсы ма екеуіңіз бірдей тұрып артымнан келе жатқандарыңызды айтамын да мына апамның шайы бар соны ішіп сырласып қайтсаңыздар болады ақыл сондай ерекше жан ғой негізі ше